Баршаңызға сәлем, сіздермен Аида. Бүгін сіздерге сүтсіз, жұмыртқасыз үй жағдайында жасалатын жұмсақ нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Нанымызды жасау үшін ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұзымызды салып шығамыз. Ары қарай үстіне ашытқымызды салып, венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді алдын ала електен өткізген ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Ары қарай қолымызбен қамырымызды илеп шығамыз. Міне видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық қамыр болып шығуы қажет. Ал енді бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 2 есеге көтерілді. Енді табамыздың астына кішкене сұйық майымызды жағып, қамырымызды салып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың бетіне су жағып шықтым. Қызып тұрған пешке 250 градуста 30-35 минутта нанымызды пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің жұмсақ нанымыз дайын болды. Өте дәмді болып піскен. Мен рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше.